Әубәкіров атындағы гимназиясына кіруді бақылау қондырғысы орнатылды. Мұндай қондырғылар гимназияның колледжі мен шағын орталыққа да қойылыпты. Гимназия басшысы бұл оқушылардың қауіпсіздігі үшін жасалып отырған шара екендігін айтады. Конечно, большое преимущество. Өте тиімді. Осы қондырғының көмегімен біз оқушының күнделікті қай кезде келіп, қашан қайтқан бақылап отырамыз. Ол сабақта болды ма? Сол секілді мұғалімдердің жұмысқа келіп кетуін бақылаймыз. Яғни бақылау қондырғысы біздің әкімшілік пен кадр бөлімі мамандарының жұмыстарында жеңілдетеді. Ең бастысы, бұл ата-аналар үшін өте қолайлы. Ата-аналар SMS жазбасы арқылы баласының сабаққа қашан келіп, қай кезде қайтқан туралы мәліметтерді алып тұрады. Осы гимназияның 11 сынып оқушысы Камиля Искакова мұндай қондырғылар гимназияға кез келген адамның кіруіне жол бермейтіндігін айтады. Яғни оқушылардың қауіпсіздігі үшін өте тиімді дейді. Меніңше, турникет жүйесі өте пайдалы қазіргі кезде, өйткені қазіргі заманда әлемдік жағдайлар онша емес болып жатыр. Сондықтан біздің мектебімізге әрбір адам кіре бермесін деп осындай жүйесін қосқан. Сергей Урубаевтың айтуынша сабағы уақытында оқушылардың жүруіне ыңғайлы болу жағында қарастыратындығын айтады. Каждый момент будет фиксировать. Оқушылардың әрбір кіріп шыққаны белгіленіп отырады. Ата-аналарға да оның барлығы SMS жазбалары арқылы жіберіледі. Баласының қайда барып келген ата-аналары бақылап отыралар. Біз ата-аналарға ыңғайлы болу үшін оқушылардың сабақ уақытында қайда жүріп тұруын қарастыратын да боламыз. Қаланың білім беру нысандарында мұндай бақылау қондырғысы алғаш рет орнатылып отыр. Бұл мұғалімдер мен ата-аналардың оқушыларды үнемі бақылауда ұстауларына да мүмкіндік береді.